Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай және тез жасалатын және де өте әдемі болып шығатын булочканың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ыстық күйінде сары маймен өте тез желініп кетеді, сол үшін 2 есе қылып дайындауды кеңес беремін. Жылы сүтке қант және ашытқыны қосып, венчикпен араластырамыз. Сосын бетін жауып 10-15 минут ашытқы үлкейгенше күтеміз. Ашытқымыз кішкене үлкейді, үстіне сұйық май, тұз және жұмыртқаны салып, венчикпен тағы араластырамыз. Елекпен ұнды біртіндеп енгіземіз. Сосын илей бастаймыз. Ұнды аз-аздан қосу керек, себебі әркімнің ұны әртүрлі болады. Ұнды көп қосып жіберсек, қамырымыз қатаяды. Бізге жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр қажет. Шыққан қамырдың үстін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше күтеміз. Менің қамырымның көлемі үлкейді, кішкене 3-5 секунд үстінен басып, тең 8 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті домалатып аламыз. Домалақтардың үстін жауып қоюға кеңес беремін, себебі қамыр өте тез кеуіп қалуы мүмкін. Домалақтарды бір-бірден алып сопақ қылып жаямыз. Пышақпен шетіне жеткізбей, видеода көрсетілгендей қылып сызықшалар жасаймыз. Сары май міндетті түрде жұп-жұмсақ болу керек. Майды қамырдың үстіне жағып шығамыз. Қамырды барынша тығыздап домалатамыз. Бір шетін бөгіп, екінші шетін астына қарай жабыстырамыз. Булочкаларды табаға орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін үстін жауып, тағы да 20-25 минут үлкейгенше күтеміз. Үстіне сарыуыз жағып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минуттай булочкаларымыз қызарғанша пісіреміз. Булочкаларымыз пісті, өте нәзік, жұмсақ және дәмді болып шықты. Арасына сары май жаққандықтан жабысқан жоқ. Бұл әдемі булочкалармен қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдырсаңыздар өте қуанатын боламын. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.